облыс әкімінің тапсырмасы неге орындалмайды? Мен түсінбеймін. Енді неге орындалмайды? Сізге айтылды ғой. Мынауды басқара деген кім? Мұхтар Әуезов былай. Маған қиын емес, қайттан тексертем. Қазір Болат Айбаш попросить етем, тексеріп береді маған, қайда тұратын. Ертең сөзіңізге жауап бересіз. Бұл кісілерді қолдаймын деп мені қазір алдамаңыз. Ол кезде сіздің мәселеңізді қараймын, мен шын айтамын, ондай болатын болса. түсінікті Нұрмышевич. Басқара тұрады ма қолда? Тұрасыз ба? Үйің бар ма? Сөйле ағайыным үйінде анау ет, мынау ет деген сылтау айтып, соны айтып тұрсыздар ма? Тұрасыз ба? Көшіп па? Орталықта да үйіңіз бар ма? Онда тұрмайсыз деген сөз ғой, белгілі нәрсе болғашы. Түсте барып жарты сағат демалып, түсінікті нәрсе ғой. Басқара қанша шақырым осынан? 19 шақырым осы жерден. 19 шақырым аз емес, ол біраз жер. Барып тұру керек. Ағайындар. Мен тағы да айтам. Тапсырма орындалмайтын болса, онда мен сіздің мәселеңізді қараймын. Ауыл әкімдеріне тапсырмаңыз орындалмайтын болса. Түсінікті Нұрмышевич. Орындатай алмасаңыз, сіздің көңіліңізге онда қарамаймыз, ренжімеңіз. Айтылды, орындалу керек. Ол жайдан жай айтылып жатқан жоқ қой, ағайындар. Сонда жаңағындай жағдайлар орын алмайды. Ауылда болса, елдің арасында болса, әрбір үйді, әрбір баланы жақсы білетін болса, бұндай жағдай орын алмайды. Айналдырған 200 үй бар бұл сұрада. Соның әрқайсысын білу керек қой, ауылдық жер бар. Әрқайсысын білу керек, әр баланы білу керек. Оның мінез құлқын білу керек. Сонда ешқандай бұндай мәселе болмайды. Бірең-сараң енді өмір болғасын болады ғой, тентектер. Оны ортаға салса бар, ардагерлер бар, үлкен ауылдың участковый инспектор бар. Ол да қояды содан кейін.